Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Мен қазақстандық Рапунзель атанған қазақ қызы Мөлдір Бекжанмын. Сіздермен дәл қазіргі талқылағым келіп тұрған тақырып ағарған шашты табиғи қарайту туралы. Ең біріншіден мен кіммін? Рапунзель деген шашы ұзын қыз. Мен 21 жылдан бері шашымды өсіріп келе жатқан және ешқашан қимаған қазақ қызымын. Шашымның ұзындығы жерге дейін жетеді. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде шаш күтімі туралы блог жүргіземін. Және Рапунзельдің шаш күтімі курсын шығарушымын. Ағарған шашты қайтадан қарайтуға бола ма? Болады. Мен осылай әлеуметтік желідегі парақшама жариялаған кезде біраз оқырмандарым тарапынан маған толассыз хаттар келді. Және мен шынымен де қарайтуға бола ма деген сұрақтарды қойды. Ең біріншіден достар, қазіргі уақытта шаштың ағаруының ең үлкен проблема екенін атап өту керек. 12 жас, 18 жас, 25-34-тен бастап адамдардың көбінің шашы ағарған. Және менің шашым ең алғаш 13-14 жасымнан немесе 7-ші сынып оқып жүргеннен бастап ағарып бастап еді. Басында бес-алтақтал болған, онан кейін қазір жасым 24-те немесе 35-те шашым 90%-ға жуық ағарған. Тек қана бояумен жүремін деді. 2-3 айда бір бояймын немесе айына бір бояймын дегенді маған оқырмандарым көп жазатын. Сонан кейін 15 күнде бір бояймын дегеннің өзінде менің тарапымнан таңданыс туындады. Қалай 15 күнде шашты бір бояуға болады деп. Сонан кейін бір аптада бір бояймын дегенді естігенде мен енді таңданысымды жасыра алмаймын. Сонымен қатар шашымды бояй шаршадым. Менің шашым бояу ұстамайды, бояу ағып кетеді деп жазатын оқырмандарым бар. Ендеше достар, шаш ағарған жағдайда бояп біз одан құтыла алмаймыз және оны бояған сайын бояудың уақыты қысқара беретінін түсінейік. Екіншіден, басында шаш ағара бастағанда оны қайшымен қиып, жұлып жасыра алмайсыз. Ол керісінше жағдайды күрделендіріп жіберуі мүмкін. Сол себепті емді қай кезден бастау керек еді? Ең алғаш ағара бастаған кезде емдеп бастау керек еді. Бірақ адамдар оның шығу жолын білмейді, тек қана бояу керек деген оймен осылай бояуды жалғастыра берген. Ал енді не себепті адамның шашы ағарады? Біріншіден, шаштың ағару жалпы табиғи құбылыс. Адамның жасы ұлғая бастаған кезде шаш ағарады. Бірақ неге онда 17-18 жастағы, 25 жастағы қыздардың, жігіттердің шашы ағарады деген сұрақ. Адамның ағзасында меланин деген қара пигмент болады. Ол біздің көзіміздің, шашымыздың түсіне жауап беретін пигмент. Егер осы меланин пигменті ағзамызда азаятын болса, немесе жоғалатын болса, онда біздің шашымыз ағарады. Ал егер біз осы пигменттің орнынан ағзамыздағы қорын толықтайтын болсақ, онда шашымызды қайтадан табиғи түрде қарайтуға мүмкіндік бар. Екінші, шаштың ағаруына әсер ететін фактор стресс. Стресс кезінде адамның ағзасында кортизол деген гормон бөлінеді. Оны стресс гормоны немесе күйзеліс гормоны деп те атайды. Ол бөлінген кезде қан тамырлары, жалпы бүкіл ағзадағы қан тамырлары қысылады. Соның кеселінен қан айналымы бұзылады және шашқа баратын қан тамырлары қысылғандықтан шаш түседі және ағарады. Бұны тағы былай түсіндірейін. Аяқ астынан бір жақыннан айырылып біреу қайтыс болды, стресске түсті, қайғырды, бірден шашы ағарып кететін адамдар бар. Сонымен қатар ажырасуына байланысты отбасындағы қарым-қатынастар және жұмыстағы стресс, осының барлығы шашымның ағаруына әкелді дейтін жандар бар. Келесі, шаштың ағаруына әсер ететін факторлардың бірі генетика, яғни тұқым қуалаушылық. Яғни сіздің ата-анаңыздың шашы ерте ағаратын болса, онда сіздің де шашыңыздың ерте ағару мүмкін. Бірақ енді ата-анамның шашы ерте ағарды екен деп 13-14 жасыңызда шашыңыз ағарып, оған мән бермей жүрудің қажеті жоқ, егер оны емдеп жазуға мүмкіндік болса. Келесі, шаш ағаруға әкелетін факторлардың бірі ағзадағы витаминнің жетіспеушілігі. Осы жерде үлкен сұрақ туындайды. Шашым ағарды, қандай витамин алып ішсем болады? Немесе сіз қандай да бір витаминдерді, баттарды сатасыз ба? Осы курсыңыздың арқасында соны өткізейін деп тұрсыз ба деген сұрақтар. Енді достар, ең біріншіден
витаминді келсін келмесін іше беру бұл дұрыс емес. Қазіргі кезде адамдар баттарды, витаминдерді көптеп алып ішеді, бірақ одан оның шынымен де жақсы әсерін көріп жатқан, немесе одан мүлдем пайда көрмегендер бар. Мысалы, мына оқырманымның жазғаны бойынша аптекадан неше түрлі витаминдерді алған, шампундарды алған, шашының түсуіне ешқандай пайдасын тигізбеген. Сол сияқты менен бір оқырманым сұрап еді, мен коллаген алып ішсем бола ма, биотин алып ішсем бола ма, қандай витамин алып ішсем болады деп. Ең біріншіден, достар, мынаны түсінейік. Біздің ағзамызға витаминнің жетіспеушілігі ол да шаштың ағаруына әкеледі. Ал егер витаминнің қорының асып кететін болса мөлшерден, ол да біздің ағзамызға зиян. Сондықтан не істейміз? Біз бірінші витамин біздің ағзамызға керек пе жоқ па соны тексеріп алуымыз керек. Мысалы, сіз Б витаминін пайдалы екен деп сатып алдыңыз, соны ішіп жатсыз. Ал сіздің ағзаңызда оның қоры жеткілікті. Сонда не істейді? Оның қоры мөлшерден асады, мөлшерден асқаннан кейін керісінше сізге зиян әкелуі мүмкін. Сондықтан кез келген витаминге ақшамызды шашпаймыз. Міне достар, шаштың ағаруына әкелетін бұдан да басқа факторлар бар. Бірақ мен дәл қазір осыларға ғана қысқаша тоқталып, енді нақты шаш ағарған жағдайда не істейміз, соны айтқым келіп тұр. Бірінші, сіздің шашыңыздың ағаруына қандай жағдай әсер етті, соны анықтаймыз. Онан кейін екіншіден, сіздің шашыңыздың ағаруына қандай жағдай әсер етсе де, ол сіздің міндетті түрде денсаулығыңызға зиянын тигізді деген сөз. Ал біз ағзамыздың жағдайын анализдер тапсыра отырып біле аламыз. Мен Рапунзельдің шаш күтімі деген курсымда сіздерге шаш ағарған кезде қандай анализдер тапсыру керек, соның тізімін беремін. Сіздер аласыздар, оны өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңыздағы Инвива болсын, Әлем болсын, сол жерге барып анализ тапсырасыз, соның нәтижесін аласыз. Алғаннан кейін сіздерге дәрігермен консультация ұйымдастырып беремін. Қандай дәрігер? Қазір сіздерге мына жерге дәрігер туралы мәліметті қалдыра кетемін. Дәрігер негізі терапевт, сонымен қатар Қытайдан оқып келген иглотерапия маманы, оған қоса плазма терапиямен де айналысады және өзін медицина саласында жан-жақты дамытқан маман. Осы кісі сіздердің анализдеріңізге қарай отырып, сіздерге ем береді. Айтқанның бәрін орындайтын болсаңыздар, онда 3 немесе 6 айдың ішінде нәтиже көресіздер. Мен қазір экранға осы дәрігерден ем алған адамдардың отзывтарын қалдыра кетемін. Экранды тоқтатып оқып алсаңыздар болады. Негізі шаштың саулығына 70% ішкі фактор, 30% сыртқы фактор әсер етеді. Осы жерде тағы бір мәселені айта кетейін. Шашы түсті немесе шашы ағарды дейік, трихологтарға барып, дерматологқа барып, оған қоса мезотерапия жасатып, ешқандай нәтиже шығара алмағандар бар. Түрлі шампундарды, түрлі витаминдерді ішіп, одан да нәтиже шығара алмағандар бар. Неге? Мысалы, трихологқа бардыңыз, дерматологқа бардыңыз және мезотерапия жасаттық дейік, оның көбі немен айналысады? Мына шаштың өзімен айналысады. Маған бір оқырманым жазғаны бар еді. Мен 7 жыл бойы шашыммен жағаласып келе жатырмын, талай миллионымды шаштым, мезотерапия жасаттым, бірақ ешқандай нәтиже көрмедім деп. Себебі ол кісі тек қана шашпен айналысқан. Мына шашқа неше түрлі витаминдер салуы мүмкін, неше түрлі жаңағы сабындармен, шампундармен жууы мүмкін дейді. Бұл жердегі ең үлкен қателік мына шаштың өзімен ғана айналысқанында болып тұр. Яғни ағза бөлек, шаш бөлек. Олай емес. Біздің шашымыздың саулығы бұл ағзамыздың саулығы деген сөз. Яғни шаш пен бет біздің денсаулығымыздың айнасы. Егер сіздің деніңіз сау болатын болса, онда шашыңыз да сау болады. Ал егер денсаулығыңыз нашар болатын болса, онда шашыңыздың да жағдайы нашар. Сол себепті шашты табиғи қарайту үшін ішкі ағзаны жақсарта отырып ем жасаған кезде сіз нәтижені шаштан көресіз, яғни шаш табиғи түрде қараяды. Жаңа мен басында айта кеткендей, осы 70% ішкі факторды дұрыстаған кезде 30% сыртқы фактор, яғни ол шашқа күтім. Шашқа қалай күтім жасау керек? Шаштың өзінің неше түрлі проблемалары бар. Әсіресе шаш түскен, шаш ағарған кісілер, сіздерде тек қана түсумен ағарудан басқа шашыңыз артық майлану, құрғау, қайзақтану, қышу, ақ шаштан басым қышиды дегендер бар.
Алдында бір кісі жазды: шашым кішкентай кезінен түбі өте қатты ауырады, тарасам да тарамасам да дейді. Одан өзге шаштың ұштанып кетуі, сынғыштануы деген мәселелер бар. Осының барлығы шаш күтімінің дұрыс болмағанынан. Мен бұны өзімнің Рапунцельдің шаш күтімі деген курсымда сіздерге барлық шаш күтіміне арналған табиғи маскаларды беретін боламын. Сіздер соны пайдалана отырып шашқа күтім жасайсыздар. Яғни қолдан жасалған маскаларды қолданып, бір-ақ рет жуып қайызғақтан құтылуға, шаштың түсуін азайтуға, одан қалса шаштың құрғауы, майлануы сияқты мәселелерді азайтуға болады. Осы кезде сіз ішкі факторды да, яғни денсаулықты сыртқы факторды да дұрыстаған кезде сіз нәтиже көресіз. Достар, егер сұрақтарыңыз болса, онда маған жекеге жазуларыңызға болады. Болмаса, Instagram парақшамда WhatsApp номері тұр, сол жерге жазсаңыздар, мен барлығына жауап беремін.